Кім жан-жақты хабардар болса, сол әлемді басқарады деген нәрсені ұмытпа. Әр адам жетістікке жеткісі келеді. Жетістікке жету үшін мына қағидаларды есіңе сақта. Барлығы ұйықтап жатқанда ерінбей оқып үйрен. Қалғандары дем алып шалқып жүргенде жан таласып жұмыс жаса. Басқалары ойын ойнағанда дайындал, әр уақытты бос жіберме. Жетістікке жету үшін міндетті түрде өзіңді соған лайықты ұста. Әрдайым өзіңді өзің бағала. Кітап сенің ең жақын досың болсын. Кітап оқуды тоқтатпа. Оқыған адам басқаларды басқаратынын ұмытпа. Кітап көп оқысаң, аузыңнан шыққан әрбір сөз мәнді, мазмұнды, сәнді болады. Есіңде болсын, сенің жауың ол сенімсіздік. Ол алатын дүниеңе жеткізбейді, мақсатыңнан тайдырады. Өзіңе сенімді берік бол. Алдыңа мақсат қой, соны үзбе. Әрдайым ойла, қиялдан, түбі арманыңа жетесің. Қалғандары ойланып отырғанда қиялдана бер. Сүрінсең де, құласаң да, орнынан тұрып, аяғыңды нық басып, алға мақсатыңа жылжы. Әрдайым ақыл санаңды, күш қайратыңды жүрегіңе бағындыр. Таң атпай ерте тұрып үйрен. Әдет қыл. Әлемдегі ең асыл ойлар осы кезде беріледі. Біреуге күлме, басыңа келеді. Әрдайым жақсы сөз айтып, жақсы тіле. Періштелер әумин десе орындалады. Алланы жүрегіңнен тастама. Білім, ғылым жолындағылар ол Алланың ең сүйікті құлдары. Егер біреуге бармағыңды шошайтсаң, есіңде болсын, қалған 3 саусағың өзіңді көрсетіп шошайтып тұрғанын ұмытпа. Даналар қалдырған ойларын көп оқы, терең мән бер, өйткені олар бізден бұрын өмір жолын сүріп кеткен. Бастаған жұмысыңды аяғына дейін жеткіз, әйтпесе Алланың сенімсіздігіне ие боласың. Есіңде болсын, өмір деген өткен шақ емес, өмір деген бүгін мен ертеңің.